Бастаймыз ба? Ал ондай болса, екінші бөлімін бастайық. Мына танымдық сөздерді қаншалықты деңгейде санамызға сіңірдік екен. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Бірақ мен басқа сөзді сұрап тұрмын. Еңбек етсең ерінбей, өзің үшін. Қатты айтпайсыңдар ма? Абай Құнанбаев өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін аттаған хайуанның бірі боласың, адам жұрттың қарызы үшін еңбек етсең, Алланың сыйлығы. Қаттырақ. Бәрекелді, жақсы. Келесі сұрақ. Кейін өзің үлкейген кезде сезесің. Басыңа түседі. Қарттардың да солай бір күндердің күні болғанда күндердің белі бөлмес. Кімдікі? Бұқар. Жақсы, бәрекелді. Келесі сөз. Шалки жырау. Ай, бір сөз бар екен. Дұрыс, айта бер. Қандай сөз бар? Келесі сөз. Сыйлыққа қандай адам ие болады? Сый жегендікі сөз тергендікі ана қарсыз. Бірінші қол көтереміз, соң кейін барып жауап береміз, ә? Ал, келесі. Тура сөз. Шапалақ. Шапалақта көп сөйлемейміз. Дәл айт. Жоқ. Тура сөз. Тура сөз. Кімге айтса қалай болады? Негізі мен оны басқа сөз деп жаттатқам. Ол негізі тура сөз. Тура деп айтады. Иә. Тура деп айт. Бірдеңе айтсаң да хақ деген ба? Екі жағдай. Мен ағаймен айтышты. Алла. Есік айтқан тура сөз, шыңға тіккен тумен тең. Есік айтқан тура сөз, сіңген сумен тең. Дұрыс. Кімге береміз болды? Құжатқа береміз. Айғайлай бергенше бірдеңе қылсайшы. Айғайлай бергенше бірдеңе істейші. Не пайдасы бар бұл айғайлайынша? Сөзге қатысы жоқ. Сөзге қатысы жоқ. Айғайлай берген қажет жоқ. Бірдеңе істеу керек. Айдаған бес ешкілесіз. Білмесіңдер мені? Өзім айтайын ба? Бұл Шерхан Мұртазаның сөзі. Тынымсыз, табанды. Әрекет. Шешендік. Жоқ, отан жайлы емес пе? Отанды. Әдебиетті оның болашағын сүю үшін көп айғайдың керегі жоқ, тынымсыз табанды жанашыр. Айттым ғой. Айғайлай беру қажет жоқ, одан да бірден істеу керек деп. Ай, оңай сөз. Өмірге келген соң бір-ақ рет қана не қылу керек, 1000 рет емес. Жамандық жасау реті күніне 100 рет туса, жақсылық жасау реті жылына 1 рет келеді. Кімнің сөзі? Бұл енді оралқан бөкей сөз, бірақ бұл емес. 1000 рет не қылғанша 1 рет не қылу керек. Не қылу керек деген жағында көбінікте осыменен ашылады сөз. Бұл өзім айтайын ба? 1001 ер ез. Ер бір рет ез. Ешкімге бал бермейік. Бермейміз, қайтып береміз. Мына жүрегің дұрыс болмаса,
барлықты танысыңыз. Мына жүрегің дұрыс болмаса, назар түспейді. Жоқ, назар. Қарсы жүрекке былай назар салмайды. Кімдікі? Абай. А? Ташрик абы. Жоқ. Қожа Ахмет Яссауи. Басы? Тәрбие басы тіл үлкеннен керіспес. Кімдікі? О, ерте заманның кісі. Жүсіп баласағын. Бәрін айтып жатсыңдар ма? Ма? Махмұд Қашқари. Жоқ болса жоқ. Жоқ болса да. Сабақта да айтқам. Жоқ болса жоқ. Жоқ болса жоқ, бар болса бар. Абайдың сөзі. Бірдеңесі жоқ болса. Жоқ болса, ой, кімнің яты жоқ болса, Кімнің? яты жоқ болса, соның иманы жоқ. Кімдікі? Абайдың. Бірдеңе бәрі душалы бас аяғы бірдеңе айта бергенше нақты бірдеңені айтшы. Сипалықтап көп сөйлегенше аз сөйлейді. Кімдікі? Ең жаманы сол ғой. Адам баласын ең жаман Тимесе күйсін. Тиісін, тимесе күйсін. Болсаң егер тиісін, болсаң тиісін. Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауыңа дайзаң тисін. Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, батыр болып жауыңа дайзаң тимесе, елден бетер үйінбесін. Кімдікі? Дұрыс. Әлихан Бөкейхан Ұлтыңа жұртыңа қызметті білімін. асыл. Асыл ерсің, Абайды оқи ерінбе. Сұлтан Махмұд тұрайын. Ол Сұлтан Махмұд қой, Әлихан Бөкейхан деп тұрмын. Асыл Ойбай. болуы. Ердің асыл болуын алды. Сөздің асыл. Дұрыс. Сөздің асыл болуы науынан Әлихан Бөкейхан. Нендей болса да, Тиердей болса да, тиердей ойың болсын. бәріңе беремін пай. Кімдікі? Мұзафар Әлімбай. Бірі Адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар, содан қашпақ керек әуелі. бірі екі. Адамның жоқ қара қылдың. Бірі бұлжым, бірі... Адамның екі түрлі қылығы бар. Жоқ, адам емес. Ой, Тербесін сөйлей алмайтын Ахмет. Бұл қаудың екі түрлі. Ол өлеңмен келеді. Білерсіз. Білерсіз. Бірі бірдеңе жігерсіз. тілсіз кісі. Түрлі біресіз, бірі адам, бірі сақаушы ерсіз. Кімдікі? Жүсіп баласағын. Қайдағы көркемдік? Ойсыз сөзде көркемдікте жоқ. Дұрыс, аяулым. Кімдікі? Кімдікі? Ғабит жүріп не болып жатыр сыртта? Топ болып жатыр ма? Әуелі? Адам баласы қорғалатын үш нәрсе бар, содан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші зұлымдыққа бар. Айтпа. Айтпа? Сын айт. Сонымен не болып кет? Не болып кет? Сын айтпай. Сын айту үшін сын айт. Сын айт. Сын айтсаң шын айт, шын айтпасаң шын айтпа. Шын айтпа, шын айтпа, шын айтпасаң шын айтпа. Алдағы уақытта жаңылтпашықтан да жарыс болады.
Емес, Емес. қызмет. Ана жұртшылар қызмет ету білім емес десен әлихан бөкейхан. 9-дағы сөзін алып келмекпін ғой, 9-дарға берген сөз. Ал, енді бір сөз қалды. Ол сөз. Төле би шағымданып келген, байдың үстінен шағымданып келген, оны жаттауға берген жоқпын. Шағымданып келген жігіттің шағымын қалай тиімді, орынды шешім қабылдады. Ағай, ғибратты әңгіме емес пе? Қандай? Анау шы, құдық қазған кезде. Екі жігіттің құдық Не деп айтты? Ағай айтайыншы. Айта ғой. Төле би былай айтады ғой. Мгм. Адамның екі қолының екі көзінің қайсысы кем дейді. Сол кезде бай ешқайсының кемдігі жоқ, бәрі бірдей, сөзіңде жығылдым еке, өкпелі жігітке мал берейін деп дейді амал құрған. Сонда не үшін әділетсіздік болды деп шағымданып келді? Себебі басында екі кедей жігіт құдық қазған жігіттің еңбегін бірдей Қалай бөлді? Қайсысына не біреуіне берді? саулық, біреуіне қозы берді. Сауық деген не? Саулық деген не қойдың үлкені берді. Сауық деген. Сауық Жоқ, деген. саулық емес. қозы Денсаулық па? Жоқ, Енді? жоқ ағай. Енді? Малдың бір түрі Қандай түрі? Қозының апасы ма? Мамасы ма? Иә дейді. Енесі. Қозының енесін саулық дейді. Қозысы бар, қозды қойды саулық деп айтады қазақ. Сондықтан міне сөзді жаттаған кезде әрқайсының мағынасын бірге жаттап сөздікке қарап жүргендерің дұрыс. Енді оны түсінбей қалып сендердің кемшіліктерің емес. Бірақ түсінбей қалған сөздеріңді сұрап, сөздіктен қарап толықтырып жүріңдер. Алдағы уақытта осындай әңгімелерінде мазмұнына қатысты талдау жасаймыз. Енді мен Абайдың қара сөзіне қатысты бір-екі сұрақ қояйын, сонымен аяқтаймыз.